Всем привет! Менің YouTube каналымның оқырмандары, қалайсыздар? Бүгін 20 қаңтар. Қазір мен выездной процесске кетіп бара жатырмын. Выездной процесс бізде неде болады? Токихан ба, короче, бір жерде болады. Нұр-Сити таунхауста болады екен. Біздің выездной. Вот. Қазір енді осы жерге барамыз. Барлық документтерін бәрін жүріп қойдым. И сол жаққа барғаннан кейін выезднойды көреміз, суретке түсіріп қайтамыз да, одан кейін сразу бізде процесс болады. Выездной процесске мен өзімен аламын осындай рабочий телефон, вот, и дело, наряд алам, и астында мынандай ақпараттар келіп болып қалуы мүмкін, и ручка. Еще сумкамды тоже ала салам, на всякий случай деген сияқты ғой. Всем привет, қалайсыңдар? Менің YouTube каналыма қош келдіңдер, жаңадан қосылып жатсаңдар тіркеліп келдіңдер. Бүгін 21 қаңтар. Қазір мен очкимді сүртіп жатырмын. Сағат 9-ға 3 минут қалды. Қазір жұмыстарымызды бастаймыз. Вот, очкимді киіп алдым. Енді қазір бүгінгі бізде план. Бір беседа бар и бір процесс бар. Сол бойынша барлық адамдарға группа ашып қойдым и астыға неге түсеміз? Залға түсеміз. Вступление деген мысалға біз шешім шығарамыз. Яғни судья шешім шығарады. Шешім шығарғаннан кейін ол заңды күшіне бір айдан кейін енеді. Егер сот процесі отырысы болса, онда бір айдың ішінде күшіне енеді. Ал егер опрошенка, яғни оңайтылған іс жүргізу тәсілімен сот отырысы ретінде жүзеге асырылса, онда ол бір ай 5 күн жұмыс күн болып саналады. Сол кезде заңды күшіне енеді. Бізде бүгінгі үшеуде, яғни делалар, процесс болғандар, соған байланысты бұлардың бүгін исполнениялары бар. Біз исполненияларын орындаймыз. Егер жоқ болса, онда просто так үшінші печать, яғни вступлениясын ұратын боламыз. Бізде қазір барлығы электронный түрде ЭЦП арқылы жүзеге асырылады. ЭЦП-мен басамыз. Вот так. Рабочий столым бүгінгі түрі осындай. Жаңағы вступлениялар. Наның ішінде бір судьямнан құтылдым наконец-то, потому что ол кісінің өзінің хатшысы келді. Енді өзімнің судьямдікі ғана жұмыстары. И на жерде ЭЦП қою керек, наларды бланкіге шығару керек. Сторонға расписка алып, енді кабинетіме кетіп бара жатырмын. Бүгінгі күннің образы осындай. Жакет и брюки. Жасайық. Жұмыс деген бастан асады. Короче, маған түскеде нормальный азау жұмыстарым бар етін көбейіп кетті бар ғой. Соның бәрін жүру керек. Азанда көрген столды көрдіңдер ма сендер? Міне, енді кешке таманғы стол осылай болады менде. Осылай қағаздармен арпалсам ғой. Анаусы былай, анаусы былай, короче. И мына жерде сізден бердім бүгінгі шыққан шешімдер. Вот жаңағы шашылып атқан стол осылай тазаланды. Наконец-то. Бүгін андай бір арпалыс күн болып кетті да. Потому что
нормально болып басталған негізі күнім ше. Жұмыстағы кішкене нормально басталған ғой. Бүгін аз процесс деп сөйтіп отқанмын ғой. Түсте болады процессті, короче, күндіз өткіздік, процесс болмайтын де ғана процесс өткіздік. Короче, каша-маша болып кетті. Барлық жұмыс жасадым, енді отырмын. Бір 10 минуттан кейін уже шығам үйге қарай. Машинамды қыздырып қойдым. Вот так. Кеш жарық. Қазір мен бөлелермен бірге отырысқа барайын деп жатырмын. Караокеге барамыз бәріміз, соған боянып жатырмын. Соған енді осылай боянып қазір шығатын болам. Сағат уже 10:30. Негізі мен күнде сағат 9-10-да ұйықтап жүрген ғой. И сағат азында 6-да тұрам. Осы жолы енді ұйқымды қиып тұрмын. Ничего, бір рет барып келеміз. Өте күшті вечер болады деген үміттемін. Біз негізі бөлелермен особо қатты шыға бермейміз. Особо деген кезде, короче, мен көбінесе шыға бермеймін. Потому что всегда қалада болмайтынмын. Ал қазір мен қалада болғандықтан бара аламын. Короче, боянған кезде әңгіме айту невозможно. Короче, мен соткаға қарағам ғой. Мен қай жермен жағылды, қай жермен жағылған жоқ. Вообще непонятно бар ғой. Мен осылай тоналканы бірінші осылай сасақпен жағып аламын. Чтобы барлық жерге жақсылап тегістеліп жағылсын деп. И негізі немен жағады ғой андай. Кисточкамен ше. Ал мен кисточкамен жақпаймын. Мен осылай қолмен жағамын, спонжикті алам. Спонжиктің таза жағымен бір рет жүргізіп шығам. Осылай. И менде мысалға егер боянып болғаннан кейін барып киінеді, барлығын бояп ше. Ал мен только көзімді и қасымды бояйым, и все. Қалғанын бәрін киініп болғаннан кейін тоналкамен помадамды все жаға салам. Маған больше осылай ұнайды, потому что киімге жағылып кетеді, сондай бір нәрселері бар да. Ал маған киімге жағылып кеткені ұнамайды. Ернімді қазір мына жерде 102 деген карандаш бар, осымен сыртын бояп шығам, и сосын ішін чуть-чуть қызыл жағам. Бұрын солай бояйтынмын, кейін уже тек қана осындай бір оттенкпен ғана бояп жүрген едім. Қазір бұрынғы способыма келгім келіп тұр. Вот. Ернімді бояп шықтым сыртын. Көрдіңдер ме, қандай четкий болды. Енді қазір чуть-чуть вазелин жағып жібереміз. Что на ерніммен что-то құрғап жүр ғой бары. На ернін жағып жібереміз. Сондай четкий болды, четкий. Қызыл помада бар. Осындай. И астына қызылда емес, розыда емес, короче, сондай бір былай нейтральный цвет. Только астына ғана жағам да. И осыны бүкіл жерге жақшам. Румяна жағамыз. Мен румяна сызып жүре алмайтын болып кеткем ғой қазір. Осындай ашық розовый цветті алып ағам. Қатты білінбейді, сондай күшті румяна бар ғой. Осыны, короче, бүйтем. Слегка, короче, жағып шығам. Свежесть беріп тұрады кәдімгідей. Мына жерде көрдіңдер ме? Розовый цвет болып тұр. Ашық розовый цвет. Мынандай емес. Короче, темно розовый емес. Маған ондай темно розовый цветтер ұнамайды. Зарядкамызды алып аламыз. Қазір начинается вечер, деймін. Красивая девушка болып па? Ал кеттік. Маған жақсы вечер болсын, сіздерге жақсы көрініс болсын. Кешкі біраз болып билейді. Караоке айтатын жерге бармағалы. Енді барып, көріп, кішкене отырып қайтам.
Всем привет! Қалайсыңдар? Бүгін екінші күн влогтың. Каналыма тіркелмесеңіздер, тіркеліп кетіңіздер. Қазір сағат 11-ге бір 5-10 минут қалды. Сағат 11-де процессім бар еді. Соған орай залға келіп, қазір процесске дайындықты жасаймыз. И кешегі отырыстан кейін, менің басым ауырып тұр. Ұйқым болған. Шаршап, бір тіл алып тұрмын. Вот, диван алып келдім. Қазір ашып көретін боламыз. Сот отырысының залы бізде осындай. Мына жерде судья отырады. Вот так. Мына жерде телевизор. Вот так. Адреске келетін болса, онда оларды залға кіргіземіз. Ал егер келмеген болса, онда онлайн түрде қатыстыратын боламыз. Сейчас я звоню. Біз стороналарға звондаймыз. Оларды қосатын боламыз. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в суде? Да. Ага, сейчас, хорошо, я вхожу. Здравствуйте. Саламатсыз ба? Чажалиева. Офлайн болмады ма рация, мен бара жатырмын. Иә, офлайн болады соны. Кім келді, кім келген жоқ. Мен бара жатыр қазір, барамын, Алла қаласа. Ага, жақсы. Шажалиева тоже келді, да? Вы тоже пришли, да? Шажалиева? Здравствуйте, нет, я не пришла, у меня же имеется доверенность. Хорошо. Ага. Спасибо. Таразда қар жауады. Вот так. Жұмыстан шықтым. Андай қысты сағынады екенсің кәдімгідей бар ғой. Прям күшті жауып тұр. Машинаның қарсысында что тазалау керек маған. Погода прям осындай қар болып, кәдімгідей қыс болып жатыр ғой. Осылай қар жауған кезде Таразда машинамен жүру опасно бар ғой, потому что машиналардың көбісі летниймен жүреді да. И содан кейін қалай жатасың? Көбісі летниймен жүреді. И қыстың күні обязательно міндетті түрде ақырын жай дұрыстап, жан-жағыңа қарап жүріңіз. Вот так. Снег идет, снег. Жарыққа шықтым ба мен? Жарыққа шыққан жұлдыздай. Вот так. Прям снег идет. Классно. Үйге келдім, наконец-то. Новый чехол алдым. Кеше мына чехолымды сындырып алдым. Былай. Қалайсың күткен, вообще непонятно бар ғой. И чехолдың сынғанның кесірінен бүгін күні бойы настроение болмады. Нервный болып жүрдім бар ғой. Чехолымды көрген сайын қалай не үшін сынған деген сияқты. Сөйтіп новый чехол алдым. Енді көреміз. Тура осындай бір қайдан чехол жасату керек. Теперь чехолымның проблемасы бітті. Енді следующий. Следующая моя проблема. Ой, не обкатта. Короче говоря, вот так типа. Бәрі орсын. Киініп, барып тамақ ішем болды. Басқасында шаруам шыққан. Жұмыста обедті ішіп жүрмін. Соған байланысты білмеймін, короче. Миым ашып жүрші, шыққым келмейді бір жағынан андай болып кетті. Короче, азынан кешкейіне бір жерде отыра беру вообще невозможно бар ғой. Андай қысылып кетесің ба, короче, бір нәрсе. Жұмыста енді бір орында отыра бермейсің ғой, ара бері жүресің. Но все равно бүгін прям андай нервный болып тұрмын, прям нервный болып жүрдім. Ішімнен бар ғой, біреуге тиіскім кеп бүйтіп
қадалып жүрген соң бір тиісіп кетсе ше үркей салады ше. тура сондай болып жүрдім. Ешкім маған тиіскен жоқ, ешкім ештеңе деген жоқ, поэтому ешкім страдай еткен жоқ. Нағырсың, не сөз, не айтып жатырмын, мен айтшы, не айтып жатырмын. Короче, так. Ну, все нормально, все хорошо у меня. Но иногда бывает такое нервное состояние. Но бәрі жақсы болып кетеді. Я верю. Всем привет, қалайсыңдар? Бүгін 3-ші күн влогтың 23-ші қаңтар. Кеше ұйқым қанып, күшті болып келдім бүгін бар ғой. Кеше жұмыстан кейін сразу сендермен сөйлесіп видео түсіргеннен кейін жатқам ғой, телефон шұқылап бір уақытта ұйықтап кеткем ғой. Сөйтіп сағат 10-10:30-ға таман примерно сондай уақытта тұрдым да. Мен фирканға кіріп шыққам, сол кезде заттарды алдым да, короче, столдың үстіне қойып кеткем ғой, біраз соң тұрғаннан кейін жасаймын деп ше. Азында бірақ оны жинап шықтым, потому что андай ұйқылы болған, ештеңе істегім жоқ. Жұмыстан келген киімімді желсінде қайтадан ұйықтадым, короче, жуынып. Бүгінгі жұмыс күніне енді сәттілік, қазір жұмыстарымды жасап, процесстер, беседалар бар, соларды жасайтын боламын. Всем привет! Менің каналыма қош келдіңдер, жаңадан қосыласыңдар, тіркеліп кетіңдер. Бүгін демалыс күндерімізді өткізетін боламыз. Бүгін суббота, ертең воскресенье, 2 күн бойы менің демалыс күндерім қалай өтетінін сіздерге көрсететін боламын. Қазір машинамды қыздырып жатырмын. Машинам қызғаннан кейін қазір салонға баратын болам. Салонға жазылып қойғам. Соған енді барып, қазір өзімнің процедураларымды қабылдайтын боламын. И еще мен бүгін ауылға барам. Ауылға барғаннан кейін ауылда вайбты, выходные дни менде қалай өтетінін көрсетем. Өзіммен бірге обязательно шапка, сумочка и киімдерімді алып шықтым. Қалай сіздерге менің влогтарым ұнап жатыр ма? Егер ұнап жатса, астына комментарийға жазыңыздар. И қандай видео именно сіздерге ұнайды, больше ұнайды, соны бәрін жасаңыздар. Мен сол бойынша видеоларды көп түсіретін боламын. Так что ерінбеңіздер, дизлайк, лайк, короче, бәрін баса берсеңіздер. Ауылға келдім. Енді қазір киімді ауыстырып, келінім шай тамақ жасап қойыпты, соны тамақ жетін боламыз. Осындай рис сладким соусым дайындап қойыпты. И торт, и пицца. Вот. Сәлем баршаларыңызға. Мен Алия болам. Атын айта алмаймын енді үлкен кісінің. Қайнап келімді атын айта алмаймын. Осында құлып тұрады мен келінім. Атын айта алмаймын. Аты Звезда и Луна. Короче, мынандай ойын бар екен. Не мынау? Уно ма? Уно. Не қызық ношы. Уно ойнаймын. Мынау не? Қалай? Ошынқа айтам. Менде көк қаражат. Қазір ойнайтын баламыз. Қалай ойнайтын білмеймін. Это біресе көрсеттетер, соң ойнаймыз қазір. Мен жүрем ба? Иә. Сары жүрім көп ба? Иә. Мен бірақ жүге болады деп ойласам, ма? Оно. Неме оно деген, неме ол? Бірақ тапталып менде. Жоқ. Көп шыққанша. Қорсақ, қаға кетті жазылып. Көтере.
Бәрі қойамын. Шықты жасыл. Сен қызыл алайын деп тұрсың ғой, бәле. Тоқта, андай қызыл бар менде. Бұл қайда ұрыш еді, бұл қызылды. Тоқта. Мынандай қызыл ұрам, сосын мынандай қызыл ұрыш еді. Сіз жүресіз қайттан қызыл. Мен жүрем ба? Қызыл жүресіз. Бәрі қызыл жүрем ба? Қандай кезде басқа түс жүріш еді? Тоқта. Екі тал.